Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Сатқын орысқұл билігіміз кезінде Қорқыт ата қадір тұтқан Байқоңыр аймағын орыстарға 2050 жылға дейін жалға берген еді. Сол үшін орыстар Байқоңырда қожайын болып, қазақтарды заңды түрде ұрып соғады деген ақпарат жыл сайын шығатын. Ал жақында олар көрші қызын орыстан қорғағысы келген жазықсыз адамды тұтқында алыпты. Неліктен біз Байқоңырды өз иелігімізге алмаймыз? Пікіріңізді жазыңыз. Егер Байқоңырды қайтару керек деп ойласаңыз, осы видеоға лайк басыңыз. Орыс қожайын болмауы керек. Қазаққа жазықсыз артылған кінә. Қызылордадағы Төретам ауылының ақсақалдарының айтуынша, орыстар ауыл қызын көп рет жезөкше болып жұмыс істеуге шақырып жүрген екен. Ақыры бір күні бойжеткенді олар Лада Нива машинасымен алып қашыпты. Байланыстары болмаса да көрші қызды құтқарамын деп арттарынан бір жігіт барыпты. Бірақ оның жолы болмапты. Ресей полициясы оны ұстап алып, оған қылмыстық кінә артып жіберді. 2022 жылдың 1 тамызда түнде қаскүнем мас күйінде Mercedes-Benz автокөлігін жүргізіп келе жатып, номер 5 бақылау өткізу пункті арқылы Байқоңырға өтпек болған. Полиция қызметкерінің көрсетілген көлікті басқаруды тоқтатуды талап ету түріндегі заңсыз әрекеттерін тоқтатуға әрекеттеніп жатқанын түсінген құқық бұзушы полицейдің заңды талабын елемей қозғала берген. Салдарынан шабуылдаушы полиция қызметкерін басып өтіп, оның денесіне зақым келтірген деп хабарлады Байқоңыр кешені прокуратурасының баспасөз қызметі. Бірақ та ол жігіт 5 рет намаз оқып, ешқандай арақ ішпейтінін ауылдастары айтып жүр. Нәтижесінде, Қызылорда облысы Төретам ауылының 29 жастағы тұрғыны Ресей Федерациясы заңының 318 бабының 1 бөлігімен билік өкіліне құқық бұзушылықты жасауға байланысты өмірі мен денсаулығына қауіпті емес күш қолдану бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Оның міндеттері: ер адам қамауға алынып, көлікті қамауға алынды. Айыпталушының Қазақстан Республикасының азаматы екенін ескере отырып, аталған тұлғаға қатысты қылмыстық істі кешеннің прокуратурасы қылмыстық қудалауды одан әрі жалғастыру үшін Қазақстанның құқық қорғау органдарына жіберді. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасында билік өкіліне қызметтік міндеттерін орындауына байланысты оның өмірі мен денсаулығына қауіпті емес күш қолданғаны үшін 3 жыл түріндегі ең жоғары жаза көзделген. Түрме деп хабарлады ресейлік қадағалау органы. Айта кету керек, Ресей полициясы Байқоңырда құқық қорғау қызметімен айналысады. Ал Қазақстанның құқық қорғау органдары кешенде тек өкілдік ретінде ғана өкілдік етеді. Еуроодақ пен Ұлыбритания Ресейден көмір сатып алуды тоқтатты. 10 тамыздан бастап Еуроодақта Ресейден көмір импорттауға тыйым салатын жарлық күшіне енді. Еуроодаққа мүше мемлекеттер мұндай шешімді сәуір айында қабылдаған. Бұл Ресейдің Украинаға басып кіруіне қарсы салынған санкциялардың бірі. 10 тамызда Ұлыбританияда Ресей көмірінен бас тартты. Еурокомиссияның мәліметінше, санкция салдарынан Ресей жылына $8 миллион жоғалтады. Еуроодақ бұдан бұлай Солтүстік Америка, Колумбия, Оңтүстік Африка елдерімен Қазақстаннан көмір ала бастайды. Еуроодақ көмір алуды тоқтатқаннан кейін, Ресей көмірін Үндістан мен Түркияға бастапқы бағасынан 50% жеңілдікпен экспорттай бастады. Еуропа елдері Ресей мұнайынан да біртіндеп бас тартады. ақш наурыз айынан бастап Ресейден мұнай, газ және көмір импорттауға тыйым салған. Еуроодақ Ресей газына тәуелді болмай өмір сүре ала ма? Ресейден Германияға газ айдайтын солтүстік ағын 1 құбыр желісінің жұмысы техникалық себептермен 10 күнге тоқтап, енді қайта іске қосылды. Бірақ құбырмен жіберілетін газ бұрынғы көлемінен аз. Еуропадағы энергетика дағдарысы жайлы не білу керек? Түсіндіреміз. Еуропа елдеріне биыл қыста тұрғын үйлер мен өндіріс орындарын жылыту оңайға түспейтін түрі бар. Бұған Ресейдің Еуропаға айдайтын газды азайтуы да әсер етеді. Сондай-ақ, Ресей президенті Владимир Путин Еуропаға газ жеткізуді қысқартатынын мәлімдеген. Солтүстік ағын 1 газ құбыры профилактика мақсатында жабылмас бұрын онымен жеткізілетін газ 60% азайған еді. Енді құбыр арқылы жөнелтілетін газ көлемі бұрынғы межеге жете қоймайтыны болжанып отыр. Құбыр жұмысы тоқтатылған кезде, Еуроодақ оның қайта іске қосылуы екіталай деп ойлап, Мәскеу оны Украинадағы соғысқа байланысты батыс елдерімен текетіресте саяси құрал қылып отыр деп мәлімдеген еді. Ресей Еуропаға газ беруді тоқтатты ма? Ресей Еуропаға газ жөнелтуді анағұрлым азайтты. Украинаға басқыншылық жасамай тұрып, Ресей қысқа мерзімді спот нарықта газ сатқан жоқ. Ал Еуроодақ Ресей банктері мен компанияларына санкция салып, Украинаға қару-жарақ жібере бастағанда, Ресей 6 мемлекетке газ беруді тоқтатып, 6 елге жөнелтетін газ көлемін азайтты.
Ресей солтүстік ағын 1 газ құбыры арқылы Еуропа бойынша экономикасы бірінші орында тұрған Германияға газ айдауды 3-тен 2-ге қысқартты. Ресей Канадаға жөндеуге жіберілген газ турбиналарының санкцияларға байланысты қайтарылмай қалуына да осы елді кінәлады. Еуропа лидерлері бұл мәлімдемені жоққа шығарып, мұны Ресейдің энергия тасымалдаушылардың бағасын арттыру үшін және екіұшты ой қалыптастыру үшін жасап отырған саяси қадамы деп атады. Бұл Еуроодақтың 27 мүшесін қысқа дейін газ қорын толтырып алуға итермелеп отыр. Қазір ондағы газ қоры 65%. Одақ 1 қарашаға дейін бұл көрсеткішті 80%-ға жеткізбек. Ресей газы неге сонша маңызды? Соғысқа дейін Ресей газы Еуроодаққа келетін барлық газдың шамамен 40%-на тең болатын. Бұл көрсеткіштің 15%-ға дейін төмендегені бағаның өсіп, энергия жұмсайтын салаларға түскен жүкті ауырлатты. Еуропада газды өте көп салада пайдаланады. Оның ішінде автокөлік өндірісі, шыны бөтелке шығару, сүт өңдеу, ірімшік өндіру секілді салаларда да қолданылатыны ешкімнің ойына да кіріп шықпауы мүмкін. Компаниялар жылуға пайдаланылатын газды аз уақытта мазут немесе электр жарығы секілді басқа энергия көздерімен алмастыру қиын дейді. Кей жағдайда құрамында балқытылған металл немесе шыны бар құрал жабдық жылу сөнгенде істен шығып жатады. Инфляция рекордты деңгейге жеткендіктен, энергия көзі ретінде пайдаланылатын отын түрлерінің қымбаттауы рецессия тудыруы ықтимал. Мұндай инфляция кезінде халық азық-түлік, отын мен коммуналды қызмет ақысы өсетіндіктен көп ақша жұмсауға мәжбүр болады. Газдан толықтай бас тарту онсыз да шытынап тұрған экономикаға кесірін тигізуі мүмкін. Солтүстік ағын 1 деген не? Бұл Ресейден Балтық теңізінің түбі арқылы Германияға дейін созылған газ құбыры желісі және Ресей газын Германияға жеткізудің негізгі жолы. Германиядағы реттеуші компанияның басшысы Клаус Мюллер бейсенбі күні құбырмен жеткізілетін газ мөлшері 40%-ға жетуі мүмкін деп жазды Twitterде. Солтүстік ағын 1 құбыры аз мөлшерде газ тасымалдайтындай іске қосылған күннің өзінде Еуропаға қысқа дейін қорды толтыру үшін 12 миллиард текше метр газ үнемдеуге тура келеді. Ресей газы Еуропаға тағы 3 газ құбыры арқылы жеткізіледі. Польша мен Беларусь арқылы өтетін құбыр қазір жабық тұр. Украина мен Словакия арқылы өтетін тағы бір газ құбыры әскери әрекеттерге қарамастан аз да болса газ жеткізіп жатыр. Тағы бір құбыр Түркия аумағы арқылы өтеді. Сондай-ақ Еуропаға газ Норвегиядан, Солтүстік Африка мен Әзербайжаннан жеткізіледі. Путиннің ойыны ма? Ресей мұнай мен газ экспорттауды азайтқанымен, бағаның өскені Путиннің табысы артқанын көрсетеді дейді Халықаралық энергетика агенттігі. Агенттік Украинаға басқыншылық басталғалы Ресейдің Еуропаға мұнай мен газ экспорттаудан түскен табысы кейінгі жылдардағы орташа көрсеткіштен асып 95 миллиард долларға жетті дейді. Кейінгі 5 айда Ресейдің энергия көзі ретінде пайдаланылатын отын түрлерін сатудан түскен табысы газ экспорттаудан түсетін қаражатқа қарағанда 3 есе көп болды. Осылайша ақшасы бар Путин коммуналды қызмет бағасының шарықтауы мен энергетика саласындағы құлдырау Еуропа халқының Украинаны қолдауына кері әсер етіп, Мәскеудің пайдасына келіссөз жүргізу құлшынысын арттырады деп ойлаған болуы мүмкін. Кейінгі 1 жылда көргендерімізге қарап, Ресей саяси беделге қол жеткізу үшін Еуропаға газ экспорттаудан түсетін табыстан бас тартуы мүмкін екенін жоққа шығаруға болмайды деді Халықаралық энергетика агенттігінің атқарушы директоры Фатих Бирол. Түркия Қазақстаннан кешірім сұрады. Жақында Түркия Қазақстанды сатып, Ресей құрамына кіре жаздаған еді. Алайда түріктердің ұяты оянып, енді бізге Ресейге қарсы шпионаж ақпараттарын беруге келісіпті деп хабарлайды түрік билігі. Қосымша Анкарада 2022 жылғы 10 мамырда жасалған Қазақстан Республикасының үкіметі мен Түркия Республикасының үкіметі арасындағы әскери барлау саласындағы ынтымақтастық туралы хаттама бекітілсін делінген Қазақстан үкіметінің қаулысында. Құжат күшіне енді. Хаттаманың мақсаты ынтымақтастықтың 3 бағыты бойынша әскери барлау ақпаратымен алмасудың міндеттерін, шарттары мен тәртібін анықтау болып табылады. Тараптар мынадай бағыттар бойынша ынтымақтасады. Біріншіден, өзекті мәселелер бойынша әскери барлау ақпаратымен және сараптамалық бағалармен өзара алмасу. Екіншіден, тараптар мемлекеттерінің қауіпсіздігіне қатер төндіретін өңірдегі, мемлекеттегі әскери саяси жағдайдың дамуына мониторинг жүргізу. Үштен, халықаралық террористік және тараптар мемлекеттерінің қауіпсіздігіне қатер төндіретін өзге де ұйымдарға қатысты өзара ақпарат алмасу делінген хаттамада.